Сәлем оқырман. Жаңа жылдарыңызбен. Жаңа жылда сізді жаңа бақыт, жаңа белестер күтіп тұр деген ойдамын. Мадина мен ержігіттің ара қатынасы қалай болып жатыр? Жаңа жылды бірге қарсы алды ма десек, олай болмады. Бірақ 1 қаңтар күні жақсы кездесу екеуіне бұйырды. Таныстықтары жақсы жалғасып жатыр. Ержігіт пен Мадина киноға бірге барып, сыйлық сыйлаған болатын. Ержігіттің Мадинаға деген сыйлығы. Ол құлаққап болды. Мадина өзінің Instagram желісінде салған болатын. Бірге жақсы кеш өткізген болатын. Ержігіт өзінің бірге қалай кеш өткізгенін айтқан болатын. Үйге келдім. Малыш екеуміз кездесіп, киноға барып, әңгімелесіп, сырласып. Ой, білмеймін, енді күшті болды негізі бұл идея. Айтпақшы, Қазақстанның стандартында ужастик фильм дәстүр супер, ерекше деп айталамын. Барып көрсеңіздер болады. Прям супер, бізге ұнады. Сосын малышты үйіне шығарып салып жатқан кезде бір қызықты оқиға болды деп видео жүктеген болатын. Такие красивые. Слишком қатты, мындай қатты қызғанба, ондай. Онда көрермен апатайым, тілегіңізден айналдым деп қойыпты. Жақсы тілектерін айтып жатыр көрермені. Жұптары қатты ұнайтынын айтты. Ержігітке бұрыннан қалай қыздар келмей жүргенін еске салды. Қуанып қалды, не болса да. Көрерменде біздің жұбымызда. Көрермен болса алдындағы қызғанышты да қозға кеткен болатын. Ал ержігіт сол жөнде бір видеоның астына ойын жаза кеткен болатын. Орынды қызғаныш болу керек. Ол болмаса махаббат ба. Дұрыс қабылдадым және дұрыс шештік тәуба. Ең бастысы тілерім Аллах берекесін берсін деген болатын. Сонда Мадинаның қызғанышы орынды болды ма? Қалай ойлайсыз? Пікіріңізді жаза кетіңіз. Не болса да жақсы жалғасуда таныстықтары. Алдағы уақытта қалай өрбейтінін көре жатармыз. Ал енді көрерменнің пікіріне көшейік. Махаббаттарын мәңгі болсын. Алла қаласа бір жастықта бірге қартая беріңдер. Ержігіт өте жақсы ақылды жігіт. Мадина сол ержігітті тыңдай білетін ақылды сұлу қыз. Ержігіт пен Мадинаның фанаты болып кеттім ғой, түнде түсімде көріп. Мә, өмірі бұндай болмаған менде. Бұрын дорамалар көріп ауыратын едік. Екеуі не істеп жүр екен деп аңдып отыратын болдық қо. Не болып кетті өзі? Әдемі жұп тезірек үйленіп кетсеген. Ержігіт те көрікті, ақылды, талантты жігіт. Мінез барлық адамда бар, бірін түсінісіп, сіз бізді жарасып кетуіне шын жүректен тілектеспіз дейді көрермендер. Ал сіз ойыңыз қалай?